жыл бойынша толығырақ? Мен өзім Жаңаөзен қаласында туылдым. 1997 жылы. Мектеп гимназияда оқыдым, 5-ші мектеп гимназияда. 6-ші класты бітіргеннен кейін Темірбек Шүкенов атындағы өнер академиясында жаңағы мектебі бар. Сол жаққа интернатқа түстім. 3 жыл интернатта мектебін оқыдым. Одан кейін 3 жыл колледжін оқыдым. Одан кейін 4 жыл академиясын оқыдым. Меңгеріп шықтым. Содан келдім. Одан 1 жыл мектепте жұмыс жасадым. Қалада жалпы зергерлік салондарда жұмыс жасадым. Енді қазір өзіме осында үйдің астында мұнайға келіп жұмыс жасап жатырмын. Жалпы бұл мамандық сізді қалай қызықтырды? Зергерлік өнерге деген қызығушылық қайдан пайда болды? Мен зергерлік емес, жалпы мен мамандығым суретші еді. Содан суретшінің ішінде сәндік қолданбалы өнер таңдаған болдым. Содан ары қарай зергерлік таңдап кеттім. Жалпы осы мамандықтың оң және теріс тұстары қандай? Айтып беріңіз. Теріс тұстары сіздерге де қазір пайдасы тиіп жатыр. Жақсы жағынан. Зиян жағынан химикаттармен жұмыс істеп, ұйқының бұзылуы деген сияқты мәселе болмаса бәрін анық. Осы мамандық бойынша қайдан білім алуға болады? Мен өзім Алматыда Темірбек Шүкенов атындағы өнер академиясында оқыдым, колледжінде де академиясында да. Сол жақта оқып шықтым, зергерлікті, металлды. Сол жақтарда оқуға болады? Иә, Алматыда 3 университет бар. Осы мамандықта жұмыс табу оңай немесе қиын? Сізге мысалы қалай болды? Өзім мамандығын жақсы меңгерген адамдар бәрі жұмыс табуға болады деп ойлаймын. Осы мамандық бойынша атақты зергерлер бар ғой, солардың ішінде кімді үлгі тұтасыз? Тұтатын. Ол нақты біреуді деп айта алмаймын, себебі әркім техникасы әртүрлі, барынша бәрін меңгерген келіп. Жалпы үлкен мықты кісілермен жұмыс істедім, осы кісілермен өзім ұстаздарымды танымақта солардың. Зергер болу үшін адам бойында қандай қасиет, қабілет болу керек? Не болу керек? Шыдамдылық болу керек біріншіден. Екіншіден қолдың икемділігі болу керек. Зергерлік кәсіп пе, әлде мамандық па? Оны мамандыққа айналдырудың жолы қандай? Кәсіп пе, мамандықта болады шығар. Сол оқығаннан кейін сол кәсіп болып айналысып жатырмыз біздер. Қазіргі уақытта қолөнер бұйымдарына сұраныс қандай? Және именно қай бұйымдарға сұраныс көп сізде? Біздер Маңғыстауда тұрып жатқаннан кейін Маңғыстаудың өзінің зергерлік өнері бар. Сол өнер бойынша тапсырыстар көп келеді. Соны жасап жатырмыз. Тапсырыс берушілерден келген ерекше өтініштер болды ма? Нақты біреу қызық болды деп айта алмаймын. Жалпы болады, енді әркім солай байланысты. Бір әшекейді жасауға қанша уақыт кетеді? Ол әшекейдің түріне байланысты, салмағына әрқайсысы әртүрлі, нақты айта алмаймын. Қандай уақыт берсе. Қоғамның осы мамандыққа көзқарасы қандай деп ойлайсыз? Біздің қазір өзім Маңғыстауда тұрып отырғаннан кейін қоғамның көзқарасы оң деп ойлаймын. Себебі барынша қолдап тапсырыстарымыз бар, Құдайға шүкір жасап жатырмыз. Зергерлер бұдан бөлек қандай салаларда қызмет атқарады? Мен мамандығым бойынша мен өзім сабақ бере аламын. Назарбаевский мектепте сабақ бердім. Сурет саламыз біздер, дизайн жұмыстарын жасай береміз. Мен көп ол жақта қарайтын болса. Енді соңғы сұрақ, бұл мамандықтың болашағы бар ма? Болашағы бар деп ойлаймын. Заманмен бірге даму керек. Баяғы заманда жүре бермейміз. Заман технологияға қарай дами береміз. Шәкірт тәрбиелеуге деген ниетіңіз бар ма? Ізбасарларыңыз дайындау, зергерлікке баулу қазір жастарды. Шәкірт тәрбиелегенде жалпы үйреттім, өзім іздерім бар, үйреттім. 3 сағат оғалда өздері зергерлік бойынша. Жалпы болашақта керек қой, үйрету керек. Жалғыз өзім жасаған қиындау үшін осында көмекші болған жақсы. Берген сұхбатыңызға рахмет. Алда әлі талай биіктерді, шыңдарды бағындырасыз деп сенемін. Рахмет.